Сәлем достар, мен сіздерге бүгіннен бастап ағылшын тілінде сабақтарды салып отыратын боламын. Ал сіздер сабақтарды қарап жүріп, ағылшын тілінде менімен бірге үйреніңіздер, мен сіздерге үйрететін боламын. Бүгін мен сіздерге can деген модальды етістік туралы айтайын. Бұл етістік ағылшын тілінде can модальды етістік деп аталады. Етістіктің өзі емес, модальды, яғни етістіктің күйін білдіреді, ол қандай жағдайда тұрғанын. Яғни қазақша айтқанда бір нәрсені істей алу, орысша мочь дегенді білдіреді. Мысалға мен жай ғана мен деймін да, мен сөйлеймін десем, I speak деймін. Ал егер мен сөйлей аламын десем, онда can'ді осы speak'ні алдына қойып, мен сөйлей аламын. I can speak болады. Яғни бұл болымды сөйлем. Ал егер мен сөйлей алмасам, онда мен I cannot speak деп айтамын. Яғни мен сөйлей алмаймын деген сөз. Немесе осы cannot'ты қысқартып, can'нің үстінен апостроф, яғни үтір қойып, can't деп салуға да болады. I can't speak. Енді сұрақ қойып келсе, мен сөйлей аламын ба деп, онда can I speak деп can'ді бірінші орынға шығарып жіберемін. Бұл мен деген есімдікпен болған жағдай. Енді сен деген айтайық, сен. You can, мысалға, сен жүгіре аласың дейік. Run, жүгіру. You can run. Енді сен жүгіре алмайсың десек, не деп айтамыз? Енді сіздер уже біліп отырсыздар. You can't run, yes? Енді сен жүгіре аласың ба деп сұрағыларыңыз келсе, онда не дейсіздер? Дұрыс. Can you run? Тамаша. Келесі, біз туралы айтайық. We, біз деген. We can, біз не істей аламыз? Мүмкін біз жүзе аламыз, We can swim. Енді біз жүзе алмаймыз десе қалай айтамыз? Дұрыс. We can't swim. Ал егер біз жүзе аламыз ба деп сұрағымыз келсе, онда can'ді бірінші орынға шығара саламыз. Can we swim? Енді келесі, олар деген есімдік бар ғой, олар, they, they can, олар не істей алады? Мысалға, they can help, көмектесу, олар көмектесе алады. Олар көмектесе алмаса, не деп айтамын? They can't help. Ал олар көмектесе ала ма деп сұрағым келсе, can'ді бірінші орынға шығарамын. Can they help деп сұраймын. Және ол деген бізде ерлерге he, әйелдерге she болатын. Қазір he мен жасап көрейік. He can, ол не істей алады? He can go дейік, ол бара алады. Ол бара алмайды десем қалай айтамын? He can't go. Ал ол бара ала ма деп сұрасам, онда не деймін? Can he go деп сұраймын. Ал қыз бала болса, ол, she can, мысалға, ол не істей алуы мүмкін? Ол секіре алатын болса, jump. She can jump. Ол секіре алмаса, she can't jump. Ал ол секіре ала ма деп сұрайтын болсам, can she jump? Яғни бұл модальды етістіктің болымды сөйлемдерін жасадық, болымсыз сөйлемдерін жасадық, және сұраулы сөйлемдерін жасалу жолы осылай болады. Әрине бұл can модальды етістігінің бұл осы шақтағы жағдай. Ал және бұның өткен шағы бар, және келер шағы бар. Келесі сабақта мен сіздерге өткен шағым мен келер шағым түсіндіретін боламын. Егер сіздерге бұл видео сабақ ұнап жатса, сіздер ары қарай мен осылай сабақтарды қазақ тілінде жүргізуімді қалап жатсаңыздар, сіздерге өтініш осы менің жаңадан ашқан каналыма жазылып, подписация етіп, және лайк, яғни ұнайды дегенді басып, астына комментарияға жылы лебіздеріңіз болса жазып кетсеңіздер. Мен ары қарай сіздерге сабақтарды жасап жүретін боламын. Жарайды. Осымен біздің алғашқы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.